Құрметті сабаққа қатысушы оқырман, сіздермен әдеттегідей Алаяқ нет жобасы және баспанаға қатысты бағдар беріп жүрген мен Ұлан Дәулетқали. Бүгінгі сабақтың тақырыбы еліміздегі дәл қазіргі таңдағы ипотекалық бағдарламалар. Жалпы алдыңғы сабақтарда айта кеткендей, еліміздегі барлық ипотекалық бағдарламаларды екіге бөліп қарастырсақ болады. Біріншісі ол отбасы банк ұсынатын ипотекалық бағдарламалар, екінші деңгейлі басқа банктер ұсынатын ипотекалық бағдарламалар. Ең бірінші ипотекалық бағдарлама ол өткен сабақта айтқан 50-50. Оны енді барлығымыз білеміз. Ақпарат ретінде жаза кетеге. Отбасы банктың бағдарламалары біріншісі 50-50. Енді шарттарын жақсы білесіз дейтін сенімдемін. Алдың сабақтың барлығын үзбей қарап жүріңіздер. Екінші ипотекалық бағдарлама отбасы банк ұсынған бастапқы жарнаға байланысты төмен түсе береміз. Ең біріншідегі ипотекалық бағдарламада бізде бастапқы жарна 50% болуы тиісті еді. Егер де сіздің отбасы банкінде 50% бастапқы жарнаңыз жоқ болса, онда сіз бастапқы жарнаңыз 30%-бен алуға мүмкіндік беретін 30-70 ипотекалық бағдарламасы арқылы баспаналы болуға мүмкіндігіңіз бар. 30-70 ипотекалық бағдарламасы арқылы сіз отбасы банкінен алғашқы нарықтан, яғни тек қана бірінші нарықтан пәтер алуға мүмкіндігіңіз бар. Алғашқы нарық дейтін сөз ол сіз пәтерді тікелей құрылыс компаниясынан сатып алып, ең бірінші жекеменшік иесі сіз болсаңыз, ол пәтер алғашқы нарық болып табылады. Мысал үшін Ұлан осыдан 2 жыл бұрын енді салынып жатқан үйге ақшасын құйып, ол пәтерге ешқандай жөндеу жұмыстарын жасамай сатып жатса, ол алғашқы нарық болып саналмайды. Себебі ол пәтердің алғашқы иесі Ұлан. Ол үйде жөндеу жұмыстары бар ма, жоқ па, маңызды емес. Ал егер де сіз құрылыс компаниясынан бірінші болып сатып алсаңыз, онда ол алғашқы нарық. Ал егер де сіз адамнан сатып алсаңыз, ол екінші нарық дейтін мағынаны білдіреді. 30-70 ипотекалық бағдарламасында атап айтып тұрғандай, бізде бастапқы жарнасы 30%. Бірақ мен сіздерге айта кетейін, шын мәніне келген кезде мен өткен сабақтарда айтқан болатынмын. Отбасы банктегі кез келген ипотекалық бағдарлама түбінде 50-50 механизміне апарады. Бұл жерде де дәл солай мен 30% 10 қосы 10 деп жазып қойын. Енді түсіндіре кетейін. Отбасы банкіне сіз депозитіңізге 30%-іңіз бар болса, алғашқы нарықтан отбасы банкінің серіктес компанияларынан пәтер алуға мүмкіндігіңіз бар. Мына 10% бастапқы жарнаны сізге отбасы банк қарызға береді, мына 10%-ды құрылыс компаниясы қарызға береді. Нәтижесіне қараймыз. Сізге 30 қосу 10 қосу 10 50% бастапқы жарна шықты. Сіз 30-70 арқылы ипотека рәсімдеу барысында 2 несие төлеп отырасыз. Бірінші несиеңіз ол 50-50 механизмі бойынша алынған. Себебі мына 30 қосу 10 қосу 10 бізде 50% болады ғой. Алғашқы ипотека болады, ол бізде 7% жылдық үстемақымен беріледі. Алдағы уақытта опыңыз толғаннан кейін біз білеміз, міндетті түрде ол пайыздық үстемақы 5%-ға шейін төмендейтін болады. Оны біле жүріңіздер. 50-50 бойынша жалпы 30-70 ипотека рәсімдеу үшін сіздегі минималды опық көрсеткіші міндетті түрде 3-3-тен артық болуы тиісті. Яғни кем дегенде 3-3 болса, сіз онда 30-70 арқылы ипотека рәсімдеуге мүмкіндігіңіз бар. Отбасы банкіне барып, кез келген отбасы банкінің серіктес компаниялары болып табылатын кез келген құрылыс компаниясынан 7% жылдық үстемақымен ипотека рәсімдей аласыз. Көпшілік құрылыс компаниясы, енді бұл маркетинг, қайталап айтам, құрметті сабаққа қатысушы жан. Кез келген сауда, кез келген бизнеста маркетинг дейтін нәрсе бар, Бұны алады 7, 30, 25 тепте жарнамалап жүр. Шын мәніне келген кезде бұл жақта сіз 2 ипотека төлейсіз. Бірақ қазіргі нарықтағы беріліп жатқан ұсыныстарға ішінен таңдайтын болсақ, ипотекалық бағдарламалардың ішінен отбасы банкте депозитіңіз бар болса, опыңыз 3-3-тен артық болса, онда бұл ипотекалық бағдарламаны қарастыруға кеңес беремін. Және де сіздің екінші ипотекаңыз, қараңыз, мына 10% бастапқы жарнаны сізге отбасы банк қарызға берді. Мына 10%-ды құрылыс компаниясы қарызға берді. Қазіргі таңда ешкім ойбай, Ұлан баспанасыз жүр екен,
Ұланың пәтері жоқ, оның 3 баласы бар, осы ұланға көмектесе қойшы деп ешкім сізге жайдан жай ақша бермейді, иә? Тура сол секілді бұл жердегі Отбасы банк пен құрылыс компаниясы сізге беріп отырған 20% бастапқы жарнаны жылдық үстемақысы 10%бен ипотекаға береді. Сонда сіз 2 ипотека төлеп отырасыз. Бірінші ипотекаңыз 50-50, 7%бен төлеп отырған, опыс толғаннан кейін азаяды. Екінші ипотекаңыз ол 20% бастапқы жарнаны 10%бен төлеп отырасыз. Бұл ретте өте маңызды айта кетуі тиісті ақпараттың бірі. 30-70 арқылы ипотека рәсімдейтін болсаңыз, сіздегі мына 20% бастапқы жарнаны Отбасы банк жаңадан ашылған депозитке салдыртады. Алдыңғы сабақтарда айтқам, Отбасы банкте 3 зайым түрі бар. Енді қараңыз, депозиттің ішінде ақша жоқ еді, біз 20% салдық, жинақ мерзімі 0 айдан басталады, опымыз 0. Ол қандай зайым түрімен сізге қарыз беріледі? Әрине, алдын ала зайыммен. Яғни сіздің мына тұрған екінші ипотекаңыз алдын ала зайыммен алынады. Сіз бастапқы 3 жыл хочу не хочу бәрібір банктың пайызын ғана төлеп отырасыз. Опыңыз толады, депозитіңізге 3 жыл толғаннан кейін банк алады пайыздық үстемақысын 10%-дан 4-2-ге шейін азаятта сізге осы өздері қарызға берген 20%-ды жауып отыруға мүмкіндік береді. Ал бірінші ипотекаңыз ол сіздің депозитіңіздің мерзіміне байланысты. Сіз яғни бұрыннан бері бір депозитіңіз бар болса, соны қолдана берсеңіз болады. Опыңызға байланысты 7%бен беріледі. Енді опыңыз 16 болса, 5%бен берілетіні ол айдан анық нәрсе. Сол кезде сіз 2 ипотека арқылы 30-70-пен ипотека рәсімдеуге мүмкіндігіңіз бар. Сізге Отбасы банкке барған кезде мына сенің бірінші ипотекаң, мынау сенің екінші ипотекаң деп бөліп қарастырмайды. Екеуін қосып, бетіп бір график платежа береді. Сол бойынша сіз төлей бересіз. Отбасы банк ішінде өзі әрқайсысын жеке-жеке төлеп ала береді. Сондықтан, егер бастапқы 3 жылдың ішінде қолыңызда бір қомақты қаражат пайда болса, онда мына екінші банк пен құрылыс компаниясы берген 20%-ды жауып тастауға тырысыңыздар. Себебі бұл алдын ала зайым. Ал мына бірінші ипотекаңыз сізде аралық зайыммен беріледі. Аралық зайымменді сондай бір жаман деп айта алмаймын, бірақ керемет айта алмаймын. В принципе, опыңыз 3-тен көп болса, жалдамалы пәтерде тұрып жатсаңыз, онда аралық зайыммен де ипотека ала берген сізге тиімдірек. Яғни қазіргі нарық ұсынып отырған алғашқы нарықтарына берілетін пәтерлер үшін 30-70 ипотекалық бағдарламасы менің жеке пікірім ең жақсы ипотекалық бағдарламалардың бірі. Жалғастырамыз. Егер де сіздің қолыңызда 50% бастапқы жарна болмаса, 30% бастапқы жарна болмаса, қолыңызда 20% бастапқы жарна бар болса, Отбасы банкінен нені қарастыруға болады? 20%. Құрметті оқырман, қараңыздар. Сіздің қолыңызда 50% бар болса, сіз тура солай 30-70 бойынша ипотека рәсімдеуге мүмкіндігіңіз бар. Енді былай ғой, 50% бастапқы жарнаңыз болса, алғашқы нарықтан пәтер алғыңыз келсе, онда 30-70 арқылы ипотека рәсімдеуге болады. Ал артылған 20% бастапқы жарнаны жөндеу жұмыстарына жұмсаңыз, енді бұның барлығы есеп-қисап жасау керек. Сол кезде ғана сіздің тиімді ипотекалық бағдарламаңызды анықтауға мүмкіндік бар. Үшінші бағдарлама ол бізде 20% бастапқы жарнамен арналатын ипотекалық бағдарлама жасыл ипотека деп аталады. Так, жасыл ипотека. Атап айтып тұрғандай, бастапқы жарнасы 20%, жылдық үстемақысы 7, 8, 12-5. Жасыл ипотека бойынша жылдық үстемақысы 7, 8, 12-5. Қазір барлығын түсіндірем. Егер де сіз еліміздегі кезекте сайты арқылы тұрғын үй кезегінде бар болсаңыз, яғни тұрғын үй кезегінде бізде көп балалы, мүмкіндік шектеулі бала тәрбиелеп отырған отбасылар, бірінші, екінші топтағы мүгедектер, тағы да мемлекеттік ұйым қызметкерлері, бюджеттік ұйым, яғни кезекте тұрған адам болсаңыз, сіз ипотеканы 7%-пен рәсімдей аласыз. Очередниктсіз ба? Болды, 7%-пен рәсімдейсіз. Кезекке тұру үшін кезекте .kz сайты арқылы тұрасыздар. Енді мына сабақты көргеннен кейін ойбай, ұлан айтты, жасыл ипотека бойынша кезекте тұрсаң
7%-пен ипотека рәсімдей аласың деп, ертең жүгіріп барып, мына кезекте сайтына кіріп, кезекке тұрудың қажеті жоқ. Себебі әр өңір үшін ол кезекке тұру шартыдай өзгеше. Бұл жақта Астана қаласына кезекке тұру үшін сізге 3 жыл тұрақты тіркеу қажет дейтін секілді өте көп факторлар бар. Ал егер тұрғын үй кезегінде бар болсаңыз, сіз 7%-пен ипотека рәсімдеуге мүмкіндігіңіз бар. Алдағы сабақтардағы бүкіл ақпарат есімізге түсіреміз. Бастапқы жарна 20%, жылдық үстемақысы 7%. Бастапқы жарна 20% болса, бұл қандай ипотекалық займ түрі? Дұрыс айтасыздар, алдын ала займ. 8% жылдық үстемақымен, яғни бұл жақта бізде кезекте тұрған адамдар, кезектегілерде қойын. 8% жылдық үстемақымен жасыл ипотека бойынша тұрғын үй төлемдерін алатын адамдар рәсімдейді. Тұрғын үй төлемдері, мен түтте қойын, тұрғын үй төлемдері дейтін сөз, елімізде мына көбінесе әскери қызметкерлер, МВД қызметкерлері, ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері пәтер жалдау үшін үкімет тарапынан берілетін көмек болады. Яғни оны жыл выплата немесе тұрғын үй төлемдер деп айтады. Егер сіз тұрғын үй төлемдерін алатын болсаңыз, онда сіз 8% жылдық үстемақымен ипотека рәсімдесеңіз болады. Және 12,5% ол қалғандары. Яғни сіз ешқандай кезекте жоқ болсаңыз, тұрғын үй төлемдерін алмасаңыз, онда сіз 12,5%-пен ипотека рәсімдейтін боласыз. Бұл бағдарламаны маған ұнайтын ең жақсы тұсы қандай? Астын сызып отырып жаза кетейік. Ең керемет тұсы, ол біріншісі ешқандай опы қажет емес. Яғни опы маңызды емес. Опыңыз 0 болсын, 1 болсын бере береді. Екіншісі прописка. Прописка, яғни тіркеу қажет емес. Сіз дәл қазір сабақты Батыс Қазақстан облысынан қарап отырсаңыз, Астанадан пәтер алғыңыз келсе, тұрғын үй кезеңде бар болсаңыз, сіздің пропискаңызға қарамай жасыл ипотекамен пәтер алсаңыз болады. Ал кем тұсына келетін болсақ, енді бұл бағдарламада тиын секілді алды арты бар. Кем тұсына келетін болсақ, дәл қазір Астана қаласында жасыл ипотекамен осы жеңілдетілген пайыздармен өтетін тұрғын үй кешендері саусақпен санарлық. Дәл қазір 2 тұрғын үй кешені бар. Тура сол секілді өзіңіздің өңіріңіз бойынша сұрастырсаңыз болады. Яғни жасыл ипотека бойынша тұрғын үй кезеңде тұрған жандарға 7%-пен рәсімдеуге мүмкіндік беретін қандай тұрғын үй кешені бар, соны міндетті түрде барып сұраңыздар. Сол кезде сіздерге айтады. Осындай, білмеймін енді, Ұлан Лайф, Шәміл Сити дейтін секілді тұрғын үй кешендері бар болуы мүмкін. Ал егер сіз кезекте тұрмасаңыз, онда 12,5%. Енді бұл алдын ала займ екенін ескеретін болсақ, бұл жақтағы жылдық үстемақы үйдің толық құнына жүретін болса, 12,5%-бен қаншалықты ипотека рәсімдеу тиімді, тиімсіз екенін өзіңіз шешетін боласыз. Ал егер сіз әскери қызметкер болсаңыз, немесе тұрғын үй кезегінде бар болсаңыз, мына бағдарламаны міндетті түрде қарастырыңыздар. Себебі ешқандай конкурссыз, басыңызды қатырмай, опыңызды тоспай, 20% салдыңыз, табыс көзін растай аласыз ба, болды, ипотека рәсімдей бересіз. Құрметті сабаққа қатысушы жан, барлық ипотекалық бағдарламалардың ортақ тұсы, мен оны бірінші сабақта айтқан болатым, жалпы мына еліміздегі банк жүйесін түсіндірген кезде. Елімізде табыс көзін растамайтын 2 бағдарлама бар. 50-50 OP16 болса, және 50% бастапқы жарнамен табыс көзін растамай. Қалған жағдайлардың барлығында табыс көзін растауымыз міндетті. Сондықтан мен табысқа қатысты ақпарат айтып жатқан жоқпын. Ол автоматым. Былайша айтқан кезде стандарт бойынша табыс көзін растауыңыз міндетті. Ол жақта тіпті әскери қызметкер болсам, жасыл ипотека бойынша табысты растамай қоямай дейтін ақпарат жоқ. Кез келген ипотекалық бағдарламада табысты растау міндетті және жақсы несие тарихы. Арақтай кеттік, бізде бастапқы жарна 50% айттық, 30% айттық, енді бастапқы жарна 20% айттық, бастапқы жарнамыз 15% болса не істесек болады. Бұл жерде бастапқы жарнаңыз 15% болса, бізде жаңа ипотека деп қойын. Қараңыздар, бастапқы жарнаңыз 15% болатын болса, сіз жаңа ипотека бағдарламасымен пәтер алсаңыз болады. Мен 15,8 деп қойын, екінші жаққа 50,6. Түсіндіре кетейік. Бастапқы жарнасы 15% болатын кім ипотека рәсімдей алады? Жаңа ипотека бағдарламасы ол осы күнге дейін болған
әскери бағдарлама ипотекалық бағдарламасына өте қатты ұқсайды. Яғни оны жаңа ипотека немесе жаңа бағдарлама деп жатады. Қараңыздар, жаңа ипотека бойынша ипотека рәсімдей алатын адамдар тек қана тұрғын үй төлемдерін алатын жандар. Тұрғын үй төлемдері міндетті. Егер сіз тұрғын үй төлемдерін алмасаңыз, бұл ақпарат сізге қажет емес. Ал егер де тұрғын үй төлемдерін алатын болсаңыздар, сіз 15-те 8-ге қатыса аласыз, яғни бұл конкурстық үйлер, тек қана алғашқы нарықтан пәтер аласыз. Алғашқы нарық. 15-те 8 дейтін сөз бастапқы жарна 15%, жылдық үстемақысы 8%-пен берілетін ипотекалық бағдарлама. Немесе сіз 50-6 бойынша ипотека рәсімдей аласыз. Қараңыздар, біздің бастапқы жарнамыз 30%, 50% болмаса, біз автоматты түрде опы дейтін нәрсені ұмытсақ болады. Себебі біз алдын ала займен ипотека аламыз. Ол жақта мен егер опыға қатысты ақпарат бермесем, бұл жақта опы маңызды емес дейтін мағынаны білдіреді. Ал егер де сіз 50-6-мен алатын болсаңыз, онда сізде бұл жақта опы маңызды. Сіз бірінші, екінші кез келген нарықтан үйді алсаңыз болады. Және де бұл жақтағы 50% бастапқы жарнаңыз бар болса, банк сізге 6% жылдық үстемақымен ипотека береді. Бұл жақта опыңыз кем дегенде 2,5-нан көп болуы тиісті. Яғни, сабаққа қатысып отырған жандардың ішінде әскери қызметкерлер, немесе әскери қызметкерлердің жолдастары, жұбайлары бар болса, онда жаңа ипотека бойынша сіздерге ипотека рәсімдеуге мүмкіндік бар. Бұл бағдарламалардың ең бір жақсы тұсы ешқандай пропискаға қарамайды. Пәтер алу үшін сіз Шымкентте жұмыс істеп жатсыз ба, Астанадан алсаңыз болады. Оралда жұмыс істеп жатсыз ба, Ақтөбеден ала берсеңіз болады. Петропавлда жұмыс істеп жатсыз ба, Өскеменнен ала бересіз ба, рұқсат өзіңіз білесіз. Ал кем тұсы, енді бұл конкурсты күту керек, биылдыққа конкурс қашан болатыны белгісіз. Ал 50% бастапқы жарнаңыз бар болса, онда ешқандай конкурссыз-ақ кез келген уақытта ипотека рәсімдеуге мүмкіндігіңіз бар. Бұл жаңа ипотека бағдарламасы тұрғын үй төлемдерін алатын жандарға арналған. Ары қарай кеттік. Егер де біздің бастапқы жарнамыз 15%-дан кем болса, не істейміз? Қандай ипотекалық бағдарлама бар? Енді бұл ипотекалық бағдарламалардың барлығы тұрғын үй кезегінде тұратын жандарға арналады. Яғни бастапқы жарнамыз 10%, жылдық үстемақымыз мына жаққа 2% де қойын, мына жаққа 5%. Елімізде жалпы 2023 жылдың тамыз айына дейін тұрғын үй кезеңде тұрған жандар үшін өте жақсы екі ипотекалық бағдарлама жұмыс істеді. Яғни бірі ол бақытты отбасы, екіншісі шаңырақ. Бақытты отбасы ипотекалық бағдарламасы ол республика көлемінде жүретін конкурс еді. Яғни жылына 1 рет немесе бюджеттің бөлуіне байланысты 2 рет болатын. Ол үшін Қазақстанның кез келген түкпірінен арнаулы тұрғын үй кезегінде бар адамдардың барлығы қатысатын. Конкурстан кім ұтады, сол кейбір кездерде екінші нарықтан алды, соңғы жылдарға байланысты алғашқы нарықтан пәтер алуға мүмкіндігі болды. Ол жақтағы пайыздық үстемақысы 2% ғана құрайтын еді. Енді биыл тамыздағы өзгерістен кейін бақытты отбасы бағдарламасы республикалық бағдарламадан аймақтық бағдарламаға өзгеріп кетті. Бұл өзгеріс, менің жеке пікірім, ол өте оңды өзгеріс, өте жақсы өзгерістердің бірі. 2% жылдық үстемақымен ипотека рәсімдеу үшін сіз бұрындағы секілді бақытты отбасы қашан, ол жаққа өтінімді қашан жіберу керек деп басыңызды қатырмайсыз. Бақытты отбасы бойынша, мысал үшін, ол жақта былай болады. Астана қаласында тұрғын үй қатынастары бойынша кезекте тұрған азаматтар конкурсқа қатысып баспаналы болуға мүмкіндігі бар деген кезде, сіз егерде көп балалы отбасы, давайте мен айта берейін, сіздер жазып отырыңыздар, иә? Біріншісі ол бізде көп балалы отбасы. Екіншісі мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеп отырған отбасы. Мүмкіндігі шектеулі бала. Үшіншісі, бірінші, екінші топтағы мүгедектер. Және төртіншісі жетім бала статусы бойынша. Яғни ата-анасының қарауынсыз қалған. Осы 4 категория бойынша тұрғын үй кезегінде тұрған жандар болса, сіздің өңіріңізде конкурс болып жатса, сіз онда бақытты отбасы
аясында автомат түрде 2%-бен ипотека рәсімдесеңіз болады. Бастапқы жарнаңыз 10% салдыңыз, 2%-бен ипотека рәсімдедіңіз, баспаналы болдыңыз, күшті. Егер сіздің бастапқы жарнаңыз жоқ болса, тек қана осы бақытты отбасыға қатысты айтамын, құрметті сабаққа қатысушы жан. Онда сіз тұрғын үй сертификатын алсаңыз болады. Тұрғын үй сертификаты. Яғни бақытты отбасыға қатыстыңыз, бастапқы жарнаңыз жоқ па, сіз жергілікті әкімдікке барып өтініш жазасыз. Мен пәленбай бақытты отбасы бойынша негізгі тізімге өттім, бірақ қолымдағы бастапқы жарна 300 мың теңге ғана. Мен алғым келіп отырған пәтердің құны 17 миллион. Яғни маған қажет бастапқы жарна 1 миллион 400. Мен өзім ғана жұмыс істеймін, көп балалы әкемін, әйелім үйде декретте отыр, 4 баламыз бар, Құдайға шүкір, табысымыз жеткіліксіз деймді. Жергілікті әкімдікке барып, қажет құжаттардың барлығын тапсырсақ, бізді әкімдік қарастырады. Егер де әкімдікте тұрғын үй сертификаттарына бөлінген бюджет бар болса, оны сізге беруі мүмкін. Оны шешетін тек қана әкім мырза болды. Енді қараңыздар, оны алып, ойбай, ана сабақта ұлан айтқан еді, тұрғын үй сертификаттарын береді деп, сіздің табысыңыз енді мысал үшін бір өзіңіз ғана болып, табысыңыз 200 мың теңге болса, сізге бермейді бұл сертификаттарды. Бұл сертификаттарды алу үшін жан басына шаққан кездегі пайда 2 күнкөріс деңгейінен, минималды күнкөріс деңгейі. Еще раз. Тұрғын үй сертификаттарын алу үшін міндетті түрде жан басына шаққан кезде табысыңыз 2 минималды күнкөріс деңгейінен аспауы тиісті. Енді шамамен айтатын болсақ, жан басына табысыңыз 80 мыңнан аспауы тиісті. Енді бағанағы мысал бойынша ұлан көп балалы әке болсын, айлық табысы 200 мың теңге болсын, әйелім жұмыс істемей декретте отырады, Құдайға шүкір 4 балам бар болса, 6 адамға бөлсек, айлық табысым 2 минималды күнкөріс деңгейінен төмен. Бірақ бұл енді ертең барып, әкімдікке барып, менің тұрғын үй сертификаттарым қайда деп талап етудің қажеті жоқ. Егер әкімдікте сол тұрғын үй сертификаттарына қарастырылған бюджет бар болса, онда сізге беруі мүмкін. Егер бюджетте ақша жоқ болса, өкінішке қарай, онда бастапқы жарнаны туыстарыңыздан, таныстарыңыздан тауып болсын, ипотека алуға кеңес беремін. Бұл өте жақсы мүмкіндік. Екіншісі, егер де сіз мына 4 категорияға жатпайтын басқа да тұрғын үй кезегінде тұрған болсаңыз, оны мына сайттан тексере салсаңыз болады, сіз онда автомат түрде шаңырақ ипотекалық бағдарламасы арқылы баспаналы болуға мүмкіндігіңіз бар. Шарттары бастапқы жарнасы 10%, жылдық үстемақысы 5%-бен ипотека рәсімдейсіз. 2 бағдарламада тек қана әкімдік салған үйлер ғана қатыса алады. Әкімдік салған үй. Яғни сіз барып, маған бизнес класстың 4 бөлмелі пәтер қажет. Маған Астананың сол жағалауындағы бәйтеректің қасындағы пәтер қажет деп шарт қоя алмайсыз. Сізге әкімдік 10 жағалаудан, мысал үшін Қарағанды тас жол бойынан пәтер салды ма, сіз сол пәтерді алуға міндетті боласыз. Сіз барып, яғни маған ана танысымның вторичка үйі қажет деп айта алмайсыз. Тек қана қандай үй ұсынады, соны ғана аласыз. Енді бір жақсы жері көпшілік жағдайда, енді 100% демеймін, шамамен 60-70% жағдайда әкімдік салған үйлерді таза әрлеумен береді. Яғни сіз пәтерді алдыңызда жөнді жұмыстарын жасамайсыз, басыңызды қатырып, бірден тұра бересіз. Сонымен қатар әртүрлі регионға байланысты бұл жақта да пәтердің 1 шаршы метрден шаққан кездегі соманы бекітіп тастаған. Енді Астана қалашын айтатын болсам, шамамен 3 бөлмелі пәтерді 24-25 миллионға табуға болады. Ол өте жақсы ұсыныс нарықтағы. Сондықтан тұрғын үй кезегінде бар болсаңыздар, міндетті түрде осы бағдарламаға қатысыңыз. Биылдан бастап бақытты отбасыны күтіп сарғаюдың қажеті жоқ. Программа басталды ма, автомат түрде қатысамыз да баспаналы боламыз. Өте жақсы мүмкіндік. Қайталап айтамын, табыс көзін растауыңыз міндетті. Бұл ретте тағы да бір өте жақсы жаңалық. Биылдан бастап бірінші, екінші топтағы мүгедектер өздерінің сол үкімет тарапынан берілетін жәрдемақыларын негізгі табыс ретінде қарастыруға мүмкіндіктері бар. Сондықтан міндетті түрде осы 2 бағдарламаны қарастырыңыздар. Енді бұл ең тиімді ипотекалық бағдарлама. Себебі жылдық бастапқы жарнасы 10%, жылдық үстемақысы 2 немесе 5% ғана құрайды. Енді қараңыздар. Бұл отбасы банктегі ипотекалық бағдарламалар. Бұдан басқа да ипотекалық бағдарламалар бар енді. Жастарға арналған ипотекалық бағдарламалар түрлі, немесе ОМА ипотекалық бағдарламасы бар. Енді оның барлығының жалпы әр өңірге байланысты ауқымы өте, өзгеріс ауқымы өте үлкен болғандықтан
қазіргі таңда бүкіл Қазақстан бойынша мүмкіндік беретін осы 4 бағдарламаны бөліп қарастырған болатынмын. Сондықтан міндетті түрде қолданып өзіңіз де баспаналы болыңыздар. Енді екінші жалпы еліміздегі екінші деңгейлі басқа банктер ұсынатын ипотекалық бағдарламаларға қысқаша тоқтала кетейік. Ол да маңызды ақпарат, яғни екінші деңгейлі банктер. Мен оны басқа банктерді қойын. Банк дей салайын, түсінікті болады. Бұған дейін қарастырған отбасы банкті бөлек, ал банк дейтін сөз ол бізде халық банкі, БЦК, Береке банк, солай кете береді. Жалпы еліміздегі екінші деңгейлі банктердің барлығында дерлік ең бірінші жақсы ипотекалық бағдарлама ол әрине 7-20-25. 7-20-25 бағдарламасы елімізде президенттің тапсырмасы бойынша 2029 жылға дейін созылды. Бұл бағдарламаға Қазақстан Республикасында баспанасы жоқ, 21 жастан асқан 60 жасқа дейінгі кез келген азамат қатыса алады. Міндетті түрде бұл жақта меншік иесі ретінде немесе бір ортақ мүлік ретінде баспанаңыз болмауы тиісті. 7-20-25-тен тек қана алғашқы нарықтан ғана пәтер алуға мүмкіндігіңіз бар. Жылдық үстемақысы 7%, максималды мерзім 25 жылға дейін беріледі. Бұл бағдарламаның жақсы тұстары өте көп еді. Өкінішке қарай 2023 жылдан бастап бұл бағдарламаны халыққа қол жетімсіз бағдарламалардың қатарына қосып айтып жүрмін. Себебі бұл бағдарлама бізде бір кварталда бір рет қана ашылады. Яғни бір кварталда бір рет қана болады. Енді қараңыздар. Шамамен осыдан қазан айында 7-20-25-ке лимит ашылған кезде ол лимит 2 минутта таусылып кетті ма, 15 секундта таусылып кетті ма, белгісіз. Қарапайым халық бұл лимитқа ілінбей жүр. Сондықтан 7-20-25-ті сарылып күтіп, кезегіңіз қашан келеді дейтін уайым қайғысыз баспаналы болғыңыз келсе, мен бағана айта кеткен 30-70 ипотекалық бағдарламасын альтернатива ретінде қарастырсаңыз болады. Бұл екінші деңгейлі кез келген банкте бар, міндетті түрде лимитқа іліну қажет. Максималды үйдің құны енді регионға байланысты әртүрлі. Астана, Алматы, Шымкент, Ақтау, Атырау қалалары үшін 25 миллион, Түркістан, Қарағанды, Ақтөбе үшін 20 миллион, басқа өңірлер үшін 15 миллион теңгені құрайды. Оны енді өзіңіздің регион бойынша екінші деңгейлі банктерден барып толығырақ білсеңіздер болады. Екінші бағдарлама ол бізде Freedom Finance Bank. Freedom Finance Bank ұсынған менің жеке пікірім бойынша екінші деңгейлі банктердегі тағы да бір тиімді бағдарлама ол каскадты ипотека. Мен КИ деп қойын. Каскадты ипотеканың шарттары бойынша бастапқы жарнаңыз 20-30%, яғни ол құрылыс компаниясына тікелей байланысты. Жылдық үстемақысы 9-19%-дың аралығында. Және тек қана алғашқы нарықтан пәтер рәсімдеуге мүмкіндігіңіз бар. Енді бұл бағдарламаны не себепті тиімді деп қарастыруға болады? Бұл ипотекалық бағдарламаның бір қызық тұсы, сіз бастапқыда 20% салып ипотека рәсімдеуге болады, және де бастапқы 2 жыл сіздің ипотека бойынша жылдық үстемақыңыз шамамен 9%-ды құрайды. Енді қараңыздар. Сіз мысал үшін 15 миллионның үйін алдыңыз делік. Бастапқыда 9%-мен есептейтін болсақ, ай сайынғы төлемі шамамен 98 мың теңгенің айналасында шығады. Ол өте жақсы ай сайынғы төлем. Одан кейін 2 жылдан кейін пайыздық үстемақысы өсе береді де, 7-ші жылдан кейін сіздің пайыздық үстемақыңыз 19%-ды құрайтын болады. Сол себепті бұл сабаққа қатысушы жас отбасылар болса, немесе баспаналы болуды мақсат етіп жүрген жастар болса, онда осы каскадты ипотеканы қарастыруға кеңес беремін. Ол жақта да сіз кез келген үйді ала алмайсыз. Міндетті түрде Freedom Finance банкке барып, каскадты ипотека бойынша қандай пәтерлер өтеді, соны қарастырсаңыз болады, сұрастырасыз. Үшіншісі, банк Центр кредит ұсынған алғашқы нарықтан пәтер алуға беретін, яғни ол жақта да алғашқы нарық. БЦК банкінің серіктестіктері ұсынған серіктестік ипотека. Серіктестік ипотека бойынша сізде бастапқы жарна 20%-ды құрайды. Көпшілік банкте байқасаңыздар 20%-дан басталады. Жылдық үстемақысы 17%-тен басталады. Бұл енді сіздің ипотеканы алу ұзақтығыңызға байланысты,
несие тарихыңызға байланысты, сіздің айлық төлеміңізге байланысты, айлық табысыңызға байланысты мына пайыздық үстемақы 17-ден жоғарылай береді. Бұл ипотекалық бағдарламада алғашқы нарықтан пәтер алуды жоспарлап жүрген жандарға қарастыруға мүмкіндік бар. Қарастырсаңыздар болады. Арата кеттік. Енді бұның барлық алғашқы нарық. Егер де екінші нарықтан пәтер алғыңыз келсе, онда екінші деңгейлі банктерде қандай ипотекалық ұсыныс бар екенін айта кетейін. Жалпы менің сабақтарымдағы ең бірінші бөлімді мұқият қараған, сабаққа қатысып отырған жандар болса, олар жақсы түсінеді. Екінші деңгейлі банктердегі ипотекалардың көпшілігі базалық ставкадан ары қарай жүретіні айта кеткен болатын. Яғни арғатай төртінші қарастыратынымыз ол бізде стандартты ипотека. Бұл стандартты ипотека кез келген екінші деңгейлі банкте өзінің жеке продукциясы ретінде бар. Ол жақтағы жалпы шарт, бастапқы жарнамыз бізде 20%-дан басталады. Жылдық үстемақы шамамен 18%-дан жоғары. Енді ол сіздің ипотекаңыздың мерзіміне байланысты, айлық табысыңызға байланысты, несие тарихыңызға байланысты әртүрлі түрде қарастырылады. Бұл екінші нарықты стандарт ипотеканың ең артық бір тұсы екінші нарықтан, яғни адамдардан дайын пәтерді алуға мүмкіндігіңіз бар. Кем түсі жылдық үстемақысы өте жоғары. Құрметті сабаққа қатысушы жан. Жалпы мен ең басты айтқым келген идея ол барлық ипотекалық бағдарламаларды қарастырыңыз. Сізге ешқандай банктың менеджері, мысалы үшін сіз отбасы банкіне барсаңыз, менің ипотекалық бағдарламалардың барлығы керемет, басқа банктерге бармай қойыңыз дейтін кеңес береді. Сіз халық банкіне барсаңыз, сізге менеджер айтпайды ешқашан: "Ұлан, менің банкінен ипотека рәсімдеме. Біздегі пайыздық үстемақысы тым жоғары. Оданша сен Freedom Finance-қа бар, немесе отбасы банкке бар" деп сізге ешкім өзінің ұсынып отырған ипотекалық бағдарламасын жамандамайды. Сондықтан баспаналы болуға бағыт алдыңыз ба, міндетті түрде өзіңіз барлық ипотекалық бағдарламаны қарастырыңыз. Міндетті түрде барлығын зерттеңіз, есептеңіз. Себебі есептесеңіз, сіз міндетті түрде ұтатын боласыз. Және де теңгенің барлығы тиыннан құрылады. 1000 қадамдық жол бір қадамнан басталады. Бас әрекет ету керек. Әрекет еткен сайын сіз өзіңіздің мақсатыңызға жақындай түсесіз. Баспаналы болу ол ойдағы орындалмай жүрген арман болмауы тиісті. Баспаналы болу ол ертеңгі күнге қойылған нақты мақсат болу қажет. Мақсат бар жерде әрекет етсеңіз, міндетті түрде баспаналы боласыз. Ең бастысы, баспанаға нарығында ипотекаларды қарастыру барысында ең негізгі бір фактор, ол мен алдыңғы сабақта айта кеткен, үнемі айтудан шаршамайтын, отбасылық бюджетке түсіретін ай сайынғы төлем ауыртпашылығы. Егер де сіздің отбасылық бюджетіңізге ипотеканың ай сайынғы төлемі көтере алатындай сома болса, қорықпай ипотека рәсімдеуге мүмкіндік бар. Себебі банктың берген жылдық үстемақысы, переплатасы қатып қалған дүние емес. Қаржылық сауаттылықтарыңызды арттырыңыздар, міндетті түрде баспанаға бағытты толығымен қарап шығыңыздар, барлық мен айтылған ақпаратты жаздыңыздар дейтін сенімдемін. 2023 жылы осы сабақты көріп отырған әрбір жан баспаналы болсын. Назарларыңызға рахмет.